Эльмира Ажыканова, үй, әңгіме. Сыртта қышқы түн. Рыскүлбаевиче жарылған қақ отындан мешке дуылдата жағып, дүркіріп күйген оттың дауышын тыңшап мелдіреп отырды. Ауышқасының келер малы болып қалды. Біреуге жолғам, кечірек қайтам деп, чақ түштіле үйден шығып кеткен. Кімге, емнеге деп тақып сұрай алған емес. Ачуланып жүрген еме, «Емне қыласың, ешің болбасын», деп бұрқ етіп қоймақ. Аңғыча сырттан дауышы қолып Ауышқасы Есенбай ешік ашып кіріп келді. Бозғалың қышқы түннен ичіркенткен суық илебе қоша кірді. Байбиче жер таянып орнынан тұрып, алдынан отырлады. «Келдің бе? Барсың бе?» «Бармын». Есенбай чал көн кетті. Бозмүшөккө салынып, сыртынан жипменен чырмалған сул құйған нерсені дуалға тикесінен сүйеді да, күрмөсін чечіп байбичесіне қарматты. Анан шашпай өтігін чечкен соң, әлігі орылған бұйымды айырлай қармап, төзеле төркі бөлмеге өтіп, жейілған жүктен қабатына көрінбөгідөй қылып кейіріп салды. Артында қарап тұрған байбичесі, «Бұл эмне, Ауышқа?» деді жүрегі бір нәрсені сезгендей қоп тоңған түрмінен. «Мылтық, бір атолы оқтап келдім. Емі келуші болса, тез зеле атып салам барысын. Бұларға еме ошыл ғана керек болып қалды». Есенбай маселесі емі чечілгендей көңілі жайына келгенсіп, чай ішкен тегерек үстөлдің четіне шашпай көчік басты. Саны арқаған байбиче меште қайнап тұрған чайын үнді өйдемдеп, кесеге ысық сорпы құйып, Ауышқасының алдына жылдырды. «Ауышқа, сен еме жаш емессің, қаның қойылды, сауырды болагар. Еч кімді ата көрбі. Қарығанда түрмеге отырғанды жүзін арқылсын. Балким, аларға мылтық менен сес беріп, жөніле қорқытып қойырсың», деп айтқысы келіп, дағы бір топ сөздерді айталбай, чай ұрттамыш болып жанында отырды. Ауышқасының жеткен өжер, айтқаннан қайтпаған көк екенін 50 жылдан бері біліп бүтпеді. Анткеменен Есенбай менеткеч, бекер оқатқа көз артпаған чынчыл адам. Uzun boylu, buğrul murutçan, jaşı 70'ten ötse de baskan turğаны şamdağay. Tam arkasınдағы жүзімі қарағаты, алма өрігі, жас келген сайын тумандай қою гүлдіп, көзінде жер жайнаған мөмі береді. Қырқалекей теректері асман тіреп, көргөндүн көзін қуантады. Өзі де ошол бағбанчылығынан рахат алған кеше. Рыскүл байбиче болса, барын ақылға салып чечкен, орды менен сүйлеген тоқту бір мүнөз аял. Ачуға алдырып, улынып, жылынып кеткенін ешкім көрген емес. Қайғырса да, қуанса да, сол кетпеген көтерімді байбиче. Есенбайға аста сүйлеп, керек жерде сауырға шақырып тұрады. Ауышқасы ділі, мен айтқандай болады, дегені менен бары бір байбичесінің ақылына баш қояды. Ошентіп, жарым қылым ері шарқақ келет жат. Қыздарының алды елуге жақындап қалды. 4 жылдан бері Есенбай Ауышқы менен Рыскүл байбиченің жегені желім ичкені ерім. Ова, 4 жыл мұрын башталған бұлдыр білің. Бұлар тұрған жер шаар четіндегі чақаған айлылы. Анан қаланың жаңы құрылыштары күнден күнге көбейіп, алардың айрын көзді жылып келатты. Бізді көчірет екен, бұл жер микрорайон болады екен, деген қаңшар сөздер тұрай баштады. Ауышқа бұғай шенген жоқ. Қан төлі ұшынша елді көшсін. Біз емне, мал бөлек, еч қайда жылбайбыз, деген бекем ойда жүрді. 45 жыл мұрын өз қолы менен салған 4 бөлмелі жөнөкөй үйін хан сарайға алмашмақ емес. Ханда жаш келіншегі тұрмақтай екі қызының бірін бешікке бөліп, бірін қолдан жетіліп, күйесіне ылайчылашып, зәмбіл көтерішіп, ашарчыларға түні менен нан жап, мақсым ачтып айтыр, екі үй бүткүчет ішінен керін соғып, азып тозып кетішкен. Қолында кенен қаржысы болбаған үшін, үйден көп жұмышын ақыға бербей өзі бүтірген Есенбай. Ошондан бұ соқмо дуал менен тұрғызылып, өсті шипір менен жабылған
Dürkürep kүйgen meşi var 4 bölmölü üyü gözüne ısık görünöt. Uşul uyda 4 kızın çoğoytup uyadan uçuruştu. Baybiçe seyköö turmuştun açuu tattuusun uşul uyda birge tartıştı. Kançıda akçoltoy uy. Bol uydun buzulganın görgüçü Esenbay erteregi ölüp kete berkene jakşı. Akırı kaڭşar gep çın bolup çıktı. Göjö başçı üylörді kıdırıp, barın jıyınga çakırıp жүрді. Şaardın meri özü geliptir. Degeleginde toprağın köp kişileri жүрöt. Melisası da var. Jıyında kız ulangan el, kızıl kırgın, kara sürgün bolup kete jazdap bastadı. Ananı oy bu. Beypel jaşap jatkan üylöründen ajırap, qawa tüyge kirip, kutunun içine kamalgansıp, kantip jaşaydı. Oşo da jaşoo bu. Qalısыңар, үйüңөрдü satıp alabız. Je bolbasa, жаңы бүткен üylörden kvartira berебиz dep atışat. Isık su, muzdak su agıp durat. Daratkanası içinde. Kışkısın жылуу, ot jakpayсыңар. Kar güreyim, otun su alam debeysiңер. Deşti, jıyında süйлөгөн çoңдар. Kereki jok. Kандай үйüңөрgө өзүңөр жакшакла. Bizge тийбегиле. Deşti, berkilerden köbü. Ойланып көргүлө. Вакыт беребиз. Силер утушта болосуңар, кымбатка сатып алабыз. Хай болбосо, кенен квартира беребиз. Дешти тигилер. Адегенде бере турган квартираңарды көрсөткүлө. Жакса макул болот, жакпаса албайбыз. Деп чыгышты дагы бир дары. Канчага сатып аласыңар? Ошону ачык айткылачы, деди бирөө. Ал маселени ар бир үй бүлө менен жекече сүйлөшөбүз, дешти чоңдор. Ошентип, сатканы сатып, квартира алганы квартира алып кете башташты. Кеткендердин үйлөрү Абышканын көз алдында бир заматта сүрдүрүлүп жатты. Жаңы салынчу үйлөрдүн чуңкуру казылып, жер пайы түптүрө баштады. Акыры ал чөлкөмдө бир гана Эсенбай Абышканын жепирейген үйү калды. Бейек үйлөрдүн жанында кароолчунун кепесиндей болуп, жепирейи эле калды. Антке менен жарыгы күйүп кермеге жайган кирлери шамалга желбиреп, очогунан түтүн булап, алардын тирлиги деле уланып атты. Тегерегиндеги үйлөр көн санап бийиктеп, кадимки эле шаарга айланып баратты. Ал арада кимдир гана Абышкандын алдына келген жок. Суранып да, түшүндүрүп да, коркутуп да көрүштү. Абышка жок деп гана туруп алды. Колуна союл алып, милисасын баш кылып кубалап чыккан күндөрү да болду. Күйөөдөгү кыздарын да ортого салышты. Ата, апам экөөңөр улгайып баратасыңар. Шарты бар, жаңы үйдө жашасаңар жакшы да. Деп сөз баштаар замат. Силер эмнени билесиңер? Ушул үйдө чоңой өспөдүңөр беле? Эми айтар сөзүңөр ушулбу? Бул үйгө менин маңдай терим төгүлгөн. Бар, өзүңөргө барып, оокатыңарды кылгыла. Деди ачууланган атасы кыздардан наразы болуп. Ошентип 4 жылдан бери шаардын бийлиги менен кармашкан. Аларды сотко берип да көрдү. Сот деле шаарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик долбоорго каршы чыгууга болбойт. Өз ара мунасага келишкиле, деп өкмөт тараптын сөзүн сүйлөдү. Эсенбай Абышканын айласы алты түгөндү. Анан минтип түн жамырып барып мылтыктап келди. Эртең эле дагы келишет. Ошондо булардын ата жотосын таанытпасамбы, деди. Абышка ушинтип көгөрүп отура бербей, биз деле ыкка көнүшүбүз керек го акыры. Үйлөрү биздикинен мыкты кошуналар деле көчүп кетишти го, деп Ырыскүл байбиче аста сүйлөдү. Менчик жерим, менчик үйүм, өкмөттөн бир тыйын алган эмесмин. Карагандай мээнетим менен өзүм кургам. Менде эч кимдин акысы жок. Уктуңбу? Жок, Абышка. Алар деле бекер бергиле деген жери жок го. Үй беребиз, же акчасын беребиз деп атышат го. Ойлонуп көрбөйлүбү? Байбичеси чалынын жинине тийип албайын деп аярлап сүйлөдү. Ойлонуп көрө албайм, эч кайда кетпейбиз. Корс этти Абышка. Ырыскүл үндөбөй отуруп калды. Теги жөктүн арасына катылган мылтык жүрөгүнүн учун алып, алда кандай болуп кетет деп Кудайдан Абышкасына сабыр тилеп, байбиче түн уйкудан безип калды. Мына, айтып оозду жыгыча баягылар дагы келди. Бул жолу бир короо киши экен. Көбү милисалар. Байбиченин жүрөгү оозуна тыгылды. Эсенбай жүктүн кабатынан мылтыкты сууруп чыгып, оогун текшерди да короого чыкты.
Çıktı da mıltığın asmanga qaradı basıp jüberdi. Gelgenler japırt artqa gedenjik dep sesteye düşüştü. Getip kalıgla, hiç kimin erde ayabayım hazır. Atıp salam, dedi Esenbay titregen önümenen. Esenbay ağa, savur kılыңız emi. Bir açığınızды bizge beriniz. Biz jayınçyle süleşöl dep geldik. Men sizlerge göçpeyim dep aytkam. Hem nege düşünbeysiňer, ya? Angyça kanday bolup ketdi, kaptaldan çıga kalgan eki jigit zamatda awuşkany şapa-şupa karuwdan alışdy. Mıltık koldan ırgıp jirge düştü. Esenbaydyň koldaryn artqa kayrgan boydan degdengdetip jedilip barıp Melisanyň maşinesine salışdy. Dağı bir Melisa jerde jatkan mıltykty süretke tartyp, anan koluna alıp jönöp ketdi. Rıskul Baybiçe alapayın tappay kalçılap kaldı. Biro haligi mıltık hiç kimge atılbaganyna jakasyn kırmap, şükür kılıp kudaylap jatdy içinen. Hem ne bolat katygün, hem ne bolat, dep çırıldap jüberdi. Apa, savur kılыңыз. Göňüz myzamsız iş kıldı. Emi surak kalnady, dedi bir Melisa. Esenbay awuşkany 3 gün degende qamaktan çıkarışıp tözele oorukanaga jetkirişdi. Kan basımı götürülüp awuşkanyň önü araňyla çıkıp kaldı. Ulan bir kızı dardarmegen tamak aşyny alıp gelip janynda karalaşıp jürüşdi. 10 çaktı günden keyin awuşkany oorukanadan çıkarıp öz üýünün janına salıngan kawat üýdegi jaňy kwartiraga alyp barışdy. Awuşkanyň birdeme degenge aly jok ele. Öndöwedi. Murdagdan kıyla kary düşüpdir. Kızları kerektiği emereklerini kirgizip, atası jeta turgan divanını dayardap koyuşupdur. Rıskul Baybiçe üýden çıkıp bergenine künöylüydöy, awuşkasynyň yüzün karay albay taysaldadı. Awuşka algünün katpay, nar albay, ula müşkürünüp suluk jatdy. Darısyn içüden de baştartdy. Ertesi ordunan turup teňseleye basıp, terezege bardy. Jaňy kwartira 4-nji kawatda bolçu, öz tamı typyl buzulup, ordu tegizdelip, al jerge baldar oýnay turgan ayança kurulup jatkanyny gördü. Jok degende mömö bergen bakçasyny kaldyryp koýursamda. Tereklerinin biri de kalbapdyr. Jylan sypaganday bolup turatdyň. Çekesin muzda gaýnek köjülep, içinen kan ötüp mögüdürögün söz ýylap turdy awuşka.